Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дал осындай ерекше баклажаннан рулеттер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге қажет болады баклажан, қияр, қызанақ, жұмыртқа, сухари, un, зелень и туз, қара борщ керек болады. Баклажанымыздың артқы жағын алып тастап, жақсылап жұқалау етіп, дәл осындай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Дәл осындай көріністе болады. Бұдан қалың болып кетсе, орап жатқан кезіңізде ыңғайсыз болады және әдемі көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан да дәл осындай жұқалау болуы қажет. Баклажанымыздың екеуін де турап алдым, дәл осындай жұқалау болды. Енді кесемізге құймақ дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқаларымызды саламыз. Туз, қара борщымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сухариміз бен унымызды ыдысымызға саламыз. Баклажанымызды жақсылап унға дәл осындай аунатып аламыз және жұмыртқаға салып, тағы сухариға дәл осындай аунатып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасайтын боламыз. Барлық баклажандарымызды унға аунатып, жұмыртқаға салып және сухариге аунатып, қуыруымызға дайындап алатын боламыз. Ал енді газымызға табамызды қойып, майымызды құйып аламыз. Енді майымыз қызғаннан кейін баклажандарымызды салып, бірінен кейін бірін салып, жақсылап қызартырып қуырамыз. Баклажандардың артқы жағы қызарып шықты, енді аударып екінші жағын қызартырып аламыз. Ал біздің баклажандарымыз қуырылды, енді қағаз сүлгінің үстіне аламыз. Енді қалған баклажандарымызды да дәл осындай бірінен кейін бірін салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Баклажандарымызды да қуырып алдық, енді ішіне салатын начинкамызды дайындаймыз. Майонезге дәл осындай сарымсағымызды үткіштен өткізіп саламыз және кішкене зеленімізді турап саламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Біздің соусымыз да дайын болды. Енді қызанағымыздың артқы жағын алып тастап, әдемілеп, ұзынша етіп турап алатын боламыз. Достар, начинкасына қияр, қызанақ және болгар борщы, көкпияз салып жасасаңыздар да болады. Мен тек қана қызанақ пен қиярды ғана салдым. Қызанақты да турап алдық, енді қиярымызды дәл осындай етіп тураймыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар және пирогтардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Қиярды да турап алдық. Біздің баклажандарымыз да қуырылып дайын болды. Енді соусымызды салып, кішкене салатный листімізді қоямыз және қияр мен қызанағымызды салып, әдемілеп, дәл осындай етіп ораймыз және зубочистканы тығып, дәл осындай әдемі етіп безендіріп аламыз. Мен қиярды формалармен әдемілеп кесіп алдым, жұлдызша және жүрекше етіп кесіп алдым. Енді дәл осындай тағы соусымызды саламыз. Салатный листімізді қойып, қияр мен қызанағымызды салып, жаймен дәл осындай етіп айландырып орап аламыз және дәл осылай етіп зубочисткамызды қойып безендіріп аламыз. Мен сіздерге тағы бір рет көрсетейін дедім. Дәл осындай көріністе әдемілеп орап алатын боламыз. Достар, дәмдері де өте ерекше болады. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Өте ауызға жағымды ерекше баклажандар болады. Біздің баклажандарымыз да дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай ерекше әдемі болып дастарханның көркін ашатын болып шығады және қонақ келген кезде де холодный закуска ретінде қонақтарыңыздың алдына тартсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.
Достар, егерде сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз, және қоңырау тумешесін де басып қойыңыз. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды біріншілерден болып көресіздер. Ал сіздерге сәттілік.